Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан шыға келетін аладүшкелерді үйренеміз. Айранымызға жұмыртқа, қантымызды қосып араластырамыз. Ас содасын қосып тағы да араластырамыз. Ұнымызды қосып бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Табамызға майды құйып, жай отта осылай қуырып аламыз. Беті сәл көтерілгенде екінші бетіне ауыстырамыз. Жай отта қуырамыз. Міне осындай аладүшкелеріміз шығады. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.